Seni күткен едім. Сенің есімің, ғұмырың, тарих беттерінен бір жола жойылады. Қане, өміріңмен қош айтысар сәтің келді. Мен өзімнің болашақ кейпіме өткен ғұмырымды қайталамаймын деп уәде бердім. Бірақ мен құм сағатына елік еткенде, бұл уәдемде тұра алмайтындығымды түсінгендеймін. Өйткені отбасымды өзіме қайтарғым келді. Қайта уақыт кеңістігінен бірінен соң бірін жасадым. Дегенмен әрбір жаңа кеңістікте отбасымның тағдыры қайталанып отырды. Қолым жіпсіз байланды. Мыңдаған жылдардан кейін мен шындықты білдім. Кроника жалғыз емес екен. Ол көптеген титандардың бірі болған. Олардың әрқайсысы үлкен құдайлардан да әлде қайда күшті, әрі құдіретті. Маған қастандық жасаған да осылар. Маған қарсы, менің отбасыма қарсы. Не, бізді қуыршақ көре ме? Не себепті білмеймін. Десе де мен оларды іздеймін, табамын. Және ақыр соңында кек аламын. Отбасыма зиян тигізгендер жауапсыз қалмайды. Құм сағатын алған бойда менің бірінші ойым тарихты қайта жазу және Линкойдың абыройын қайтару болды. Бірақ содан кейін мен Бихан туралы ойладым. Оның өмірін зұлымдық жалмап жатыр. Мен өз руымды қалпына келтірмес бұрын ағамды қайтаруым керек болды. Құм сағатын пайдаланып, мен балалық шағымызға бір сәтке оралдым. Неге екенін түсіну үшін Биханның өмірінің әрбір секундын зерттедім. Неліктен ол сектордың айтқанына көндігіп қалды? Неліктен ол Quan Chi берген зұлым күшке ие болды? Бір шама талпыныстардан кейін құм сағатын басқаруды үйрендім. Және Биханның өмірін өзгертіп, жүрегіне нұр сыйладым. Енді біз қарсылас емес, жолдаспыз. Біз бірге ұлы шеберлер ретінде Линкойды басқарып, жер патшалығын бірге қорғаймыз. Мен тозақтағы шайтандардың бәрін өлтірдім. Бірақ кейін аспан асты елінен келген басқыншылар пайда болып, кенеттен мазамдала бастады. Олармен жалғыз күресу үлкен күш-жігерді қажет етеді. Дегенмен, менің жаңа достарым оларды іздестіріп жүр. Оларды от пен мұз деп атаймыз. Олар бәсекелесіп жүреді. Үнемі. Сондықтан бәрін өзім жасағанды жөн көрдім. Бірақ шын шайтандарды өлтіруге келгенде, бұл жігіттер тіпті көзін ашып жұмбайды да. Сондықтан олармен жақсырақ араласқан дұрыс. Ұлы шеберлер маған Кроника туралы кеңес берді. Олар оның жер асты әлемінен Шинок деген құдайды қайта тірілтетінін айтты. Бірақ тек менің ғаламымда емес. Кроника Малболге шайтан сияқты. Екеуі де жалған уәделер береді. Екеуі де мені төмен бағалайды. Сондықтан мен олар үшін жаңа тозақ жасаймын. Онда олар азапталады. Ғасырлар бойы. Жер асты әлемі бақылауда, бірақ әлі де тазартуды қажет ететін тозақтың 8 шеңбері бар. Резервтерімізді күшейтетін кез келді. Алғаш рет тағдырымды шешетін таңдау жасадым. Және осылайша мен өз кінәмді өтей аламын. Бірақ қарғыс атқан жандарда жақсылық жасауға қабілетті. Сонда мына шайтандар өтірік уәде беріп, сөзден жалтарып жүргені ме? Дегенмен берген уәделер үшін әлі жауап береді. Біз келеміз. Және сендерде еш мүмкіндік қалмайды. Кроника маған жаңа дәуірдегі ең құдіретті ұйымды басқаруыма сөз берді. Бірақ берген уәделері тым көп. Сөзсіз, ол ешқашан бәрін орындай алмайды.
Сондықтан ол мені сатпас бұрын мен оны сатып кеттім. Хрониканың құм сағаты менің көлеңкелеріме қосылған сайын менің амбицияларым өсті. Мен тағдырдың өзін билей алатын болсам, неге өлімді билемеске? Ажалдылар қарсылық көрсетті, бірақ мені тоқтата алмады. Мен ғаламды шексіз тұңғиық түнекке батырдым. Тек қараңғылық, тек көлеңке. Осы уақытқа дейін менің есімдерім көп болатын. Ал енді мені ғаламды жоюшы тажал дейді. Шытырман оқиғалардың бас аяғы осы ма? Бәрекелді. Ақымақтық. Бас әріпі Б. Мен Соняға үйленем бе? Мені жақсы көретін перзентім бола ма? Шынымды айтсам, кімнен ақыл сұрарымды білмей тұрғаным? Сонымен, мен құм сағатты қолданып, Шиноктың көтенінен теуіп, Голливудтың мега жолдызынан жаһандық билеушіге қалай жеткенімді көрдім. Бастапқыда шағымданатын ештеңе болмады. Десе де атақ-даңқ маған жаман әсер етті. Мұның түбіне ешкім жете алған емес. Кішкентай қызымның қалай тағдырын құртып жатқанымды енді түсінгендеймін. Әлгі қария көшірмемнің неліктен кішіпейілділік пен кемелдік қажет деп айтқанын ақыры түсіндім. Бірақ тура сол секілді өмір сүрмей, мұны өзгерте алатынымды жақсы білем. Осы себепті бұрынғы сценарийден уақыт белбеуіне өзгеріс енгіздім. Өткен уақыт белбеуінен бір ғана айырмашылығы бар. Соняның оқиғасы жер асты әлемінде қираған қамалдың астында аяқталмайды. Өйткені Джонни Кейдж бар фильмдерде әрқашан бәрі жақсылықпен аяқталады. Ешқайсымыз Хрониканың келе жатқанын білмедік. Тіпті Рейденде. Бірақ мен бұл құм сағатымен әлемде болған барлық сұмдықтарды көрдім. Кез келген дені дұрыс адам, мұны көргенде алды артына қарамай қашар еді. Бұл көнеу өлшем аралық жиіркеніштен арылу менің міндетім. Бірақ бұл үшін маған өлмейтін құдайлардың элиталық құрамы керек. Жаңа құдай жасау үшін бұрыннан бар құдайларды жою керек екен. Сондықтан мен ең ежелгісін іздедім. Ол аталмайтын есімі бар, ұмытылған дүниеден келген құдай болды. Бұл менің өмірімнің күресі. Бірақ менде бұл құдайда жоқ нәрсе бар. Менің отбасым. Бұрын мен үшін бәрін білдіретін адамдар болды. Енді олар менің құдайлық құрамы. Қызым, қарулы бауырым. Бауырымның қызы. Және, Джонни. Есте талай өткендіктен ғана. Бір шетінен өзім де оны сәл сағындым. Бірақ қандай жағдай болмасын, ол бұл туралы білмеу керек. Мен өмірімде екінші рет ажалсыз жанды жеңдім. Ал есесінен не алдым? Құм сағат. Енді мен тарихты өзгерте аламын. Мен бұл күлкілі ғарыштық күшті айтып отырмын. Беверли Хиллз қыздары туралы не ойласаңыз да, бұл менің стилім емес. Таңдаулы адам туралы ертегілер Люкан мен Китана әлеміне арналған. Келер жолы үлгілі сарбаз болғым келеді. Арнайы күштердің келесі буынын басқарсам. Біз жер патшалығын қорғау үшін қайта келдік. Дәл мені шабыттандырған батырлар сияқты. Ата-анам. Жарайды, мен тағы бір нәрсені қалаймын. Анамның қайтып оралуы. Мен үшін ғана емес, әкем үшін де. Екеуі де зейнетке шыққан соң бақытты ғұмырға лайық. Өткен жолы қалай басқаша болғанын біле алмаймыз. Бірақ біз бәрібір бірге боламыз. Нағыз отбасы сияқты. Және бұл маңызды. Мен бар болғаны өмірімді түзеткім келді. Менде енді тарихты түзететін күш бар. Рейден маған бәрін түзете алмайтынымды ескерткен. Егер тым көп өзгерсе, мен Вера мен Джекиді жоғалтып алуым да мүмкін. Бірақ бұл күш бізден де күшті. Егер мен тек өзіме көмектесуді ойласам, онда мен қандай офицермін? Қандай адаммын? Менің жолым болды. Отбасымның қалауы американдық арманын жүзеге асыру болған. Бірақ мен сияқты адамдардың көп нәрсеге мүмкіндігі болмайды. Мен оларға қарыздармын. Мен оларға жағдайды түзету үшін қарыздармын. Мен адамдардың көзін ашу үшін ғасырларды күтпеймін. Өйткені менде уақытты тездететін қасиет бар.
Бірінші рет бәрі дұрыс бола бермейді, немесе екіншісінде, тіпті үшіншісінде де. Бірақ мен бұл тұйық шеңберден шығамын. Менің отбасым өзіме қайтады. Әлем барлығы үшін жақсы орынға айналады. Егер сіз бір нәрсені шын қаласаңыз, оған жете аласыз. Мұны жалған деп айтатындар тым көп армандаған болуы керек. Мен құмсағатты емленген кезде менің басымда тек бір ой болды. Әке, ол өлді. Зұлым әруақ болып тірілді. Әкем қайтып келгеннен бері Куан Чидің бұйрығымен істеген істерін бір сәтке де ұмытқан жоқ. Мен құмсағатымен бәрін түзете аламын деп ойладым. Түзетемін. Бұл қырғында әкем өлмейді. Ол ешқашан елес болмайды. Бірақ түйсігімнің әу бастан айтқаны рас болып шықты. Әкем мен анам ол терапияда жүргенде кездесті. Егер ол қиналмаса, олар ешқашан кездеспейді. Және мен де ешқашан болмаймын. Сіз не ойлайсыз? Оған жарасады. Мен тек әкемді қорғап тұрғаным жоқ. Мен өз өмірін құтқару үшін қатерге тігілген әрбір адамды қорғаймын. Менің орнымда болса, ол да солай істер еді. Бір-екі отбасындағы кез келген адам осылай істейтін еді. Бұны ешқашан естімейтінімді білемін. Бірақ қош бол, әке, мен сені жақсы көремін. Құмсағатын иеленгенде бар ойым сіңілімде болды. Мен оның ниетінен жаралғанмын. Сол қан тамырымызда ағып жатты. Мен бір отбасы болғанымызды қаладым. Бірақ ол менің өлгенімді қалады. Мен оның негіз емес. Мен нағыз құбыжық едім. Мен оның орнына Крониканың күшін пайдаланғанымды білсе, ол үрейленер еді. Ата-анамның сүйіспеншілікке толы көз қарасы астында мен әлемді билеп, уақыт лидеріне айналдым. Әпкемнің достары, оның сүйіктісі ше, олар мені бағалайды. Китана ұмытылып, есімі тарих беттерінен өшеді. Менде мәңгілік билік ете алмаймын. Барлық патшайымдар сияқты маған мұрагер керек. Мен атымнан әрекет ететін және ғасырлар бойы менің өсиетімді орындайтын адам. Сіңіліме қысамайтын қызым маған таңдана және таңырқай қарайды. Ол үшін жексұрын емес, жанашырмын. Кроника өлді. Құмсағаты енді маған тиесілі. Ал Эденияның болашағы менің қолымда. Мен қалағанымның бәрін алдым. Адам өміріндегі ең маңызды дүние шығу тегінің шынайы тарихын білу. Шынымды айтсам, өзімнің бейбақ екеніме көзім жетті. Менің дүниеге келуім Құдай арасындағы заңсыз қарым-қатынастың нәтижесінде болды. Эдения Аргус және ажалды әйел Амар. Құмсағат арқылы үлкен құпияға көз жеткіздім. Мен де анамда себепсіз құрбан болғанбыз. Анам мені ешқашанда тастап кеткен емес. Әкемнің айтқан өтірігі үшін ол мені шетінеп кетті деп сенді. Мен ұрлап шаруалар арасында шіруге қалдырды, ал анам қайғыдан қайтыс болды. Аргус бұл жанжалды және өзінің арсыздығын жасырып, мені жақсы көрген жалғыз адамды өлтірді. Енді оны өлім күтіп тұр. Өзінің туған ұлдары, Тевен мен Дегон сияқты. Ал оның сүйікті әйелі Делия ше, мен оны тірі қалдырам. Өз перзенттерін жоқтаған анамдай, жаны қиналып құсадан өлсін. Крониканың билігі ақыры менің тайпама тиесілі. Және уақыт сақшысы ретінде Таркатандар қол болмайтын уақыт кеңістігін жасадым. Біз әлемді басқарамыз. Біз Эденияны, одан кейін сыртқы әлем мен жер асты әлемін оңай бағындырдық.
Ақырында менің халқым қанды шайқас жарысында жер патшалығына қарсы шықты. Небәрі 1000 жыл ішінде Таркат жүздері барлық әлемді жаулап алды. Содан бері аш болған емеспіз. Бастапқыда олардың шындығын жоққа шығарсам да, ақырында Люкан айтқан сөздің даналығын түсіндім. Дүниеде анам аңсаған таразыдан артық қасиет бар. Жақсылық күлдену керек. Бірақ мен уақытты қалай өзгертсем де, зұлымдықты жою мүмкін емес болып шықты. Қажетсіздіктен құтыла алған адамдар әлі де бірін-бірі өлтіруде. Дүниеге, нәсілге бөлінген олар өшпенділіктерін оңай көрсетті. Менмендік, ашкөздік, қызғаныш. Менің сыйларымды бағалау үшін өлім кінәлары жуылуы керек. Сондықтан мен әлемдерді отпен тазартамын. Ғасырлар бойы адамдар зұлымдықпен күресіп, ақырында жеңіске жетеді. Ал олар қараңғылықтан шыққанда кішіпейіл болады. Жаны жақсылыққа лайықты болады. Дернәсілдер. Гуманоидтар бұл сөзі Кейтинге және біздің инсектоид немере ағаларына арнаған. Бірақ құмсағат мен тарихты қайта қарау және бұл мифті жою мүмкіндігі болды. Гуманоидтар өлтіру үшін өмір сүреді. Ортақ жау болмай, ыдырай бастайды. Бірін-бірі жояды. Жәндіктер өмір сүру үшін бар. Ешқандай қақтығыстар бізді ажыратпайды. Біз бір-бірімізді қолдаймыз. Аға ешқашан інін өлтірмейді. Сонда қайсымыз паразитпіз? Жаңа тарих жазудың уақыты келді. Бұл тітіркендіргіш гуманоидтар өздері лайықты орынға ие болатын жерде аяғымыздың астына басатын боламыз. Шынымды айтсам, мен Крониканы өлтіргеннен кейін біраз өз-өзіме таң қалдым. Вичкеттен шыққан қарапайым бала үшін бұл жаман емес. Бұл тапсырма орындалды. Енді не болады? Мен аралдың шетінде орналасқан қайдағы жоқ бір бекіністе бар ғұмырымды өткізгім келмейді. Жоқ, мен Эрон Блэкпін. Демек, көпшіліктің ортасында болған маған ұнайды. Меніңше, уақыт толық тәртіпсіздікте қалуы керек. Бұл тамаша сапар болады. Сезімдердің өткірлігін сақтау керек емес пе? Менің жазған тарихымды ешкімнің бұрмалағандығын қаламаймын. Мен құм сағатын қанды теңізге батырдым. Тарихты енді ешкім өзгерте алмайды. Ал енді әрмен қарай не болады? Кім біліпті? Міне, маған ұнайтыны да осы. Саб-Зиро мені бағаламады. Эден мені бағаламады. Мені ешкім бағаламады. Тіпті Кроника. Әрине, бұл тек олардың бәрін мұзбен тас етіп қатырғанға дейінгі оқиға. Құм сағаты бұдан үлкен перспективалар ашады. Солардың көмегімен мен есімім жұрттың аузында болатын жаңа тарих жазамын. Бірақ олардың күшінің де шегі бар. Менің дүние салуға деген көзқарасым оның тұрғындарының жеке таңдауымен түбегейлі өзгеру мүмкін. Кроникадан айырмашылығым мен уақытта қайта бастау қажет болғанға дейін бұл кемшіліктердің жойылуына жол бермеймін. Гинкуй менің әлемімнің күзетші жауынгерлері болады. Олар тарихқа саяхат жасағанда менің көзқарасыма қауіп төндіретін әрекеттерін алдым. Бұдан былай менің ұлылығымды ешкім елемейді. Енді мені ешкім келісте алмайды. Жаңа уақыт сақшысы ретінде мен өз міндеттеріммен айналысудамын. Десе де адам тағдырын шешетіндей мен кіммін? Олардың қорғаушысы ретінде мен мәңгілік олардың тыныштығын күзетіп жүрмін. Бірақ мен адамдарды терең бағалауды үйренсем де, олардың күнделікті өмірін өте аз түсіндім. Сондықтан мен құм сағатын 100 мың жан өмір сүру үшін пайдаландым. Бұл өмір
барлық мүмкін әлемді, нәсілді, жынысты және сенімді қамтыды. Мен білген ең маңызды нәрсе, отбасыңның ыстық құшағында ажалыңды қарсы алу бұл үлкен қуаныш. Алған даналығыма тәнті болып, тарих беттерін өз еркіндігімді орындау үшін емес, қарызы барларға қызмет ету үшін иеле өмір сүрдім. Мен түпкілікті нәтижеге кепілдік бере алмасам да, адамдарға жақсырақ және бейбіт өмір сүруге мүмкіндік беремін. Хроника уақытын қайта бастаудың шексіз циклі менің оған деген сенімімді жойды. Бірақ ол маған бостандық немесе өлім беруден бас тартты. Сондықтан мен оның қолынан келмейтін нәрсені істеу үшін оның күшін тартып алдым. Соңғы бір тамаша уақыт кеңістігін жасамақ болдым, ал сосын жақсылап дем аламын. Бірақ тапсырма мен ойлағаннан да қиын болып шықты. Ажалдылар мен белгілеген жолдармен жүруден бас тартты. Әрбір жаңа бассыздықтан кейін менің көңілім қалды. Мен хрониканың неліктен есінен адасқандығын түсіне бастадым. Бәлкім адамзатқа уақыт сақшысының ешқандай да қажеті жоқ шығар. Өз денеммен мантиямды құрбан етіп, құм сағаты өздігінен жұмыс істей алатындай механизм қалыптастырдым. Және алғаш рет мен мәңгілікке тыныштық табамын. Осыншама сүрген ғұмырым мен үшін жеткілікті. Мен уақыт пен тағдырды өзгерту күшіне ие болдым. Бірақ мен абдырап қалдым. Енді қалай сүйіктім Котальды немесе менің адал досым Китананы қалпына келтіремін. Мені шақырған Котальдың дауысын естідім. Жүрегіңді тыңда, Джейд. Мен жүрегімнің жетелеуіне мүмкіндік бердім. Мен күтпеген жерден өзімді таптым. Үйім мен туралы бұлыңғыр естелік. Анашым. Мен ата-анам жазған мен Леняны қайта жасап, шаукансыз жаңа дәуірді құрдым. Қандай бақытты балалық шағым өтті. Бірақ есейген соң өзімді қарапайым бала емес екенімді сезіндім. Хрониканың күші менің ішімде қайнап жатты. Жоғарғы мақсатқа шақыру. Мен кәмелетке жеткенде Эденияның қорғаушысы болып, құдайлық істерге көтерілдім. Өткен уақыт кеңістігі туралы біліммен қаруланғандықтан Шинок пен Тетрионға қарсы шықтым. Хрониканың балалары әлемді бір-біріне итермесе, барлығы үйлесімді өмір сүре алар еді. Менің бақылауымда солай болады. Бұл менің арманымдағы демалыс еді. Қан мен азапталған жандар. Негізі бұл үлкен ысырапшылдық. Біріншіден. Бірақ бұл бейбақтар не білет? Олар мені түсінбейді. Тіпті мына көшірмем нинзамимде. Қайырлы түн, қымбатты ханзада. Мен жердегі және сыртқы әлемдегі өлімге лайық болған барлық жандарды дерлік қырып салдым. Тіпті ескі жер асты әлемін де тазарттым. Менің жалғыз жүрегім жаңа дос тапқысы келетін сияқты ма? Кездейсоқ қолыма бұйым болған мына нәрсе қандай жақсы. Енді тез тауып алу үшін. Айтқандай, құм сағаты менікі емес пе? Хавиг екеуміз жақын дос боламыз. Тоқта, түсінбедім. Менің жаңа досым заң мен тәртіпке арналған тұтас әлемнің қайда екендігін жақсы біле ме? Сонда ол тек осы тепе-теңдікті бұзу үшін өмір сүрген бе? Айттым ғой, екеуміздің ортақ қызығушылықтарымыз өте көп. Түк түсінбейтін қаншер тобырымен таныс болыңдар. Біз тәртіп патшалығына клизма жасаймыз. Ал жұмысымыз біткен соң, енді кімге барарымызды кім білсін? Мүмкін үйіңізге келіп, жастығыңыздың артына 1-2 граната сырғытып жібереміз. Әлде кездейсоқ сіздің сүйкімді үй жануарларыңызды құбыжық етеміз. Немесе біз тіпті телефоныңызды сындырамыз. Бұл керемет естіледі. Солай емес пе? Уақыт сақшы сатану. Ажалсыз мәңгілік тағдыр. Бірақ бұл жұмыс маған мүлден ұнамайды. Төлем жоқ, демалыс күндері де жоқ, және сенің ауысымың мәңгілікке созылады. Жалғыз ақылды қатам. Уақытты кері айналдырып, бәрін хроникаға қайтару.
Бұл ит жұмысқа оның риза болатындығына сенімдімін. Мен одан көп нәрсе сұрамадым. Мені өртеуге тырысқандардың барлығын жоюды сұрадым. Қалай болғанда да қарайдақыр әрқашанда бауырластықтан гөрі басқаншылар болатын. Енді мен бай отбасының қарапайым өмірінен ләззат алып, жақсы өмір сүре аламын. Ал егер Шао Кан немесе Шинок менің есігімді қағып келсе, мен олардың көзін жоямын. Кезінде Шиноктың анасын өлтіргендей. Негізі мен өмірімде көптеген келісімдер жасасқанмын. Бірақ бұл олардың ішіндегі ең кереметі. Мен Крониканы аяп едім, ол құм сағатын өз еркімен берді. Уақыт пен тарихты өз қалауың бойынша қалыптастыру мүмкіндігі деген неткен ғажап. Мен оны әрқашан өзіммен бірге болатындай етіп қойдым. Менде болған әрбір тілек, әрбір арман, әрбір мақсат. Қаласам болды, бәрі орындалады. Бірақ мен ең қызықты дүниелерді алып тастағанымды көп ұзамай түсінгендеймін. Күрессіз жеңістің еш ләззаты жоқ. Нағыз ләззат қолыңдағы бар дүниеде емес, оған жету сәтінде. Сондықтан мен бәрін қайтадан өзгерттім. Енді мен қалаған дүниелер әрқашанда қолымнан келе бермейді. Ізденіс қажет. Бәрінде бірдей болмаса да, бәсекелестерімді өте жиі жеңемін. Дегенмен, жеңіске жетудің ләззаты, міне, мен қалаған нағыз дүние. Мен құм сағатына қараған бойда не істеу керектігін бірден түсіндім. Туған жерімді, Эдениямды қайта құру. Эдениямның қол барған жерлерін көріп, мен бұрын соңды сезінбеген қуанышты сездім. Бірақ бұл сезім ұзаққа бармады. Эденияның дәстүрлері, тілдері, мәдениеті, мұның бәрі маған мүлдем жат еді. Өйткені олаған Шао Кан тыйым салған. Мен өз халқымды каркадандардан артық білмеймін. Өте ащы болып шықты. Менің қаным эдениялық, бірақ рухым бойынша емес. Мен сыртқы әлемненмін. Оның үстіне мен сыртқы әлемнің қанымын. Мен жақсы билеуші болу үшін Эденияның ежелгі ілімдерін қолданамын деп шештім. Осылайша мен өз өмірімнің басты мақсатын орындаймын. Кроника көп нәрсеге уәде берді. Меніңше халқымның қанша қасірет шекенін ескергенде, бұл ағыздық етеді. Колизей мен сарай біздің қолымызбен салынды. Біз құл болдық. Өміріміз тек қызмет ету және ажалымызды күту үшін ғана жаралған. Шао Каннан алған әрбір алтын халқымның алдындағы сыртқы әлемнің қарызы болады. Накынадан ағаларым көмектесіп жатқанда емес. Жоқ, сансыз қазынаның бәрін өзім таптым. Тек өзім, тек қана мына мен. Мен ешқандай да таратпаларды күтпеймін. Мен өзіме қажет нәрсенің бәрін аламын. Сондықтан мен қазір Канмын. Жер асты әлемі, жер патшалығы, тәртіп патшалығы, хаос патшалығы. Мен бүкіл әлемдерді қалаймын. Ал мен оларды ереже бойынша жеңемін. Қанды шайқас жарысында. Өмірінің соңғы минуттарында Кроника мені көндіруге тырысты. Егер мен оны аясам, ол тарихты қайта жазар еді. Джейдті өзімнің патшайымым етіп, Нефрит патшалығын, Оштек халқымен мәңгілік басқаратын боламын. Бірақ Кроника ешқашанда Оштектер руын түсінбеді. Біздің өміріміз таңдаулар мен қиындықтарға негізделген ғұмыр. Тіпті бір жіпті тартсаңыз, материал бірде үзіліп, түкке тұрғысыз болады. Енді маған уақытты бақылау міндеті жүктелгендіктен, басқалары өз тағдырын қайта жазуымды өтініп жатыр. Бірақ құм сағаты менікі болғанымен, мен тағдырларды ешкімнің пайдасына бұрмаламаймын. Оқиғалар белгілі бір жандардың қатысуымен туындайды. Ал оларды тудыратын
өздері. Әрине, мен Крониканы жеңдім. Құм сағатына ел кеткенде менде бір ғана тілек болды. Ұлы бабам Кунг Лаоны жеңілістен аман алып қалу. Менің уақыт кеңістігінде ұлы Кунг Лао қанды шайқас жарысында сөзсіз чемпион. Жер патшалығы бірде-бір жарыста жеңілген жоқ. Ұрпақтан ұрпаққа оның үлгісі миллиондаған адамдарды ақыл лотос қоғамына қосылуға және жер патшалығын қорғауға шабыттандырады. Олар өз кезегінде көтерілісшілерді сыртқы әлемде Шао Канды жеңуге көмектеспек. Бұл әлемдерді одақтас етеді. Алайда, әрине, бір күні одан да күшті жау келеді. Бірақ жер патшалығының өлмейтін уақыт иесі және ұлы жауынгер Кунг Лаоның қорғауында екендігін білмейді ме? Бұған не дейсің, Лю Кейн? Үлкен уақыт кеңістігін қалай басқарамын? Таңдаулы болушы. Бұл сіздің жүрегіңізді жаралайтын шешімдер қабылдағаныңызды білдіреді. Үлкен жақсылық үшін мен Крониканың күшін өзім сенетін және қатты жақсы көретін адамдармен бөлістім. Біз бірге Цетрионның сатқандығына ұшыраған үлкен құдайлардың орнын басамыз және әлемдерді мәңгілік бақылауымызға алып қорғаймыз. Алайда, менің жүрегім қарапайым өмірді аңсады. Үлкен құдайларды айтпағанда жақсы адам таңдай алмайды. Китана екеуміз осы қарапайым жердегі ләззат үшін не бермес едік? Мүмкін, басқа не айтасыз? Түнгі қасқыр болғанға дейін мен Сорболт есімді ақымақ едім. Кедейшілікте туып, ата-бабаларымды жек көрдім. Өйткені олар біздің болашағымызды отаршылардың қолына берген. Егер мен өз тайпамның ең қасиетті жәдігерлерін ұрлап алсам, Канно тығырықтан шығудың жолын ұсынамын деді. Мен бой алдырмас азаруға ұшырадым. Бірақ көп ұзамай өзімді құтқару үшін өз халқымның қадір қасиетін құрбан еткенімді түсіндім. Матока тайпасының мақтанышы ретінде алғаш рет сол кезде көтерілдім. Каноның менен көңілі қалды. Бірақ мен өліп жатқанда ұлы рух маған көрінді. Канодан бас тарту арқылы мен бұрынғылардың құрметіне лайық екенімді дәлелдедім. Тайпамның аты аңызға айналған қорғаушысы, түнгі қасқыр атағына ие болдым. Ал енді, уақыт сақшысы атанғаннан кейін менің алдымда екі жол бар. Уақыт сақшысы бір уақытта өз тайпасының қорғаушысы бола алмайды. Қай жолды таңдауым керек? Тіпті мұнда уақыттың ең басында ұлы рух даналығымен мені жетеледі. Матока тайпасының тарихын қалпына келтіруге шақырды. Мен өз атымды басқа біреуге беруім керек. Келесі түнгі қасқырға. Біздің барлық қасиетті жәдігерлеріміз сияқты түнгі қасқырдың есімін иелену құқығы менің халқымдікі. Матока тайпасының кез келген мүшесі өздерінің бұл есімге лайық екендерін дәлелдеуге тырысады. Құндылықтарымыздың келесі чемпионы кім болатындығын ойлағанды ұнатам. Кроника мені манипуляциялады. Барлық уақыт кеңістіктерінде ол мені Люканға қарсы қойып, ашуымды арттырып, мендігімді қоздырды. Жалпы мұны ақымақтық болды. Қате шешімдер қабылдауға бейімделгеніме мүлде мән бермеппін. Осының бәріне қарамастан, қалайша уақыт сақшысы болмақпын. Барлық адами сезімдерінен тазару арқылы ғана уақыт пен тағдырды әділ басқаруға болады деп ойладым. Ең күшті сиқырды шақырып, мен қорқыныш пен ашуды өртеп жібердім. Тек таза ниетім ғана қалды. Бірақ көп ұзамай ой өрісім барлық таңдауларда дұрыс жолды таңдамайтындығына көзім жеткендей. Егер жүректің жанашырлығы мен импульстарын ақыл арқылы тынышталдырмаса, шешімдер ашуға немесе қорқынышқа негізделген жайттарға душар етеді. Қазір мен тарихтың ең басында оралдым. Бірақ бұл тарих жолында мен өз пейілімді махаббатпен толтырамын. Ағымдағы уақыт кеңістігінде мен ақыр соңында барлық әлемнің тұрғындарына мүмкіншілік бермекпін. Крониканың құдіреті менің өне бойымды басып алып, есімнен адасуға дейін жеткізді.
ғұмырымды ғасырлар бойы қарапайым адамдардың қолы жете бермейтін қара күштерді игеруге жұмсадым емес пе? Ал қазір уақыт пен тағдырдың иесімін. Бірақ Хрониканың жеңілісі тіпті титандарды да жеңуге болатындығын дәлелдейді. Бұл жаңа күш маған шексіз уақыт кеңістіктерін аралап, миллиардтаған жандарды тонауға мүмкіндік берсе де, мен әлі де осалмын. Өмір сүру үшін мен көлеңкеге айналуым керек. Қарама-қайшылықтан аулақ болуым керек. Және басқаларды пайдаланып, өз еркімді орындауым қажет. Дәлірек айтсақ, өз әріптестерінің күшін пайдалана отырып, бұл керемет тіршілік иелерін сендіру оңай. Мұның бәрі олардың ашкөздігінің, менмендігінің және қорқынышының арқасында. Олардың көмегімен шексіз кеңістіктегі әрбір жан менің еркіме бағынады. Менің жаңа дәуірімде мораль елес ретінде есептелмек. Алаяқтар гүлденеді, ал жақсылар әбден зардап шегеді. Бұл Шан Цунның сөзі. Күндерің жақсы өтсін. Мен миллиардтаған мүмкін уақыт кеңістіктерін бір ғаламға біріктіру арқылы барлық әлемдердің күші уақытты жеңдім. Мен ғаламды қайта пішімдедім. Енді бәрі мен қалағандай болып көрінеді. Әлсіздер күштіге қызмет етпек. Қанды шайқас жарысында байлық, билік және бәрі менің пайдам үшін күреседі. Жарыс мыңдаған жылдар бойы өткізіліп келеді. Бірақ абсолютті чемпион біреу ғана. Ол чемпион менмін. Әлемдерді жаулап алушы, ұлы әмірші Шао Кан. Өмір мені Хроникамен шайқасқа дайындады. Бірақ уақыт сақшысы болған соң, мен құртуға емес, құруға тиіспін. Осы жылдар ішінде соғыста қаза болған сансыз ұл қыздарын ойладым. Және өз отбасының жақсы тағдырын тіледім. Маған шоқан нәсілінің қирататыны емес, құратыны туралы тарих жазу керек болды. Бірақ нәтижесі жақсы болмады. Ыңғайлылық пен қарапайымдылық бір кездері әрбір шоқанның жүрегінде жанып тұрған айдаһар отын сөндірді. Олар әлсіз және азғын, ақымақ болды. Мен тарихты қайта жазуға мәжбүр болдым. Соғыс қаншама қасірет болса да, шоқандар ерік жігерінің темір тұлпары. Менің халқым күреседі. Көпшілігі өледі. Бірақ мен халқымды жеңіске жетелеймін. Міне, осыдан кейін айдаһар оты шоқан нәсілінің жүрегінде мәңгілік жанады. Шоқан өз қыздарының ішінде мені ең өлімші етіп жасады. Ол мені арықтан шығарды. Мені қан кодымен байлады. Мойындау үшін күресуге мәжбүр етті. Мүмкін ол мақұлдайтын шығар. Қан кодексі уақыт сақшысымен біріккенде. Бірақ қазір қан құдайы ретінде мен Шао Канды мойындаудан басқасын талап етемін. Менде ғибадатханалар, министрлер, жаңадан келгендер, қажылар болады. Және құрбандар. Менен бас тартуға батылдық қылғандар. Бегдатшыларды тазартып, Құдайдың атымен төгілген қан өзендері. Шао Кан қазір мені қаншалықты мақтан тұтады. Қандай мақтаныш және қандай кішіпейіл. Жаратушымды мойындаудан артық жалғыз нәрсе оны менің өмірімді сұрауға мәжбүрлеу. Бәрі маған табынады. Әйтпесе қан су шағылады. Барлығы Шао Кан Эденияға басып кіріп, күйеуім Джеродты өлтіріп,
мені оның қалыңдығы болуға мәжбүрлеген кезде басталды. Бұл әңгіме, бірақ бәрі жалған. Қол астындағылардың және қызым Китананың сенімінен айырылып қалмас үшін ойлап тапқан өтірік. Шындық қандай? Джерод әлсіз болды. Оған опасыздық жасау арқылы мен ең жақсы ғашық пен ең жақсы қаруды таптым. Бүкіл әлемді біріктіріп, менің қолыма беретін нағыз жеңімпазды таптым. Содан кейін Кроника тарихты қайта жазды. Мен ғасырлар бойы өлген болашақпен бетпе-бет келдім. Менің отбасым деп аталатындар мені барлық жағынан сәтсіздікке ұшыратты. Китана менің жүрегімді жаралады. Ол әлемдерді біріктірудің орнына оларды азаттыққа баулады. Гүл даланың жабайылары қарапайым қызметшілерден артық нәрсе бола алатынын сияқты. Қамқор ана болғандықтан маған кішкентай ханшайымымды жазалауға тура келді. Содан кейін Титанның өзін жоямын деп шештім. Және Крониканың көзін жойдым. Шаукан мен Китанадан құтылдым. Менің енді отбасым жоқ. Басқа қарсыластарым да жоқ. Мен олардың барлығынан жоғары, барлық шындықтарды біріктіретін тақта отырдым. Кім болсаң да, қайдан болсаң да, менің алдымда тұрғанда тізерледе тағзым ет. Өйткені мен сендермін. Уақыт патшайымы. Және сен маған қызмет ету үшін ғана жаралғансың. Omni Consumer Production корпорациясы мені халыққа қызмет ету, жазықсыздарды қорғау және заңды сақтау үшін құрды. Сондықтан мен Каноның ескі Детройттағы бандаларға қару сататынын білгенде, менде бір ғана тапсырма болды. Оны тұтқындау. Кроникамен шайқас былай тұрсын. Мен тіпті Каноның меценаты мені басқа ғаламға апарады деп ешқашан ойламаппын. Ал Кроника жойылған кезде күтпеген жағдай болды. Оның күші мені тазартып, жасушалар менің бағдарламама қойған барлық шектеулерді алып тастады. ОКП қатарындағы жемқорлықтың тереңдігін алғаш рет көріп тұрмын. Бұл жай ғана бір-екі сараң басшылар емес еді. Өйткені бұл тұтастай компания. ОКП кісі өлтіруді бизнеске айналдырып, екі жақты ойнап, өз технологиясын полиция мен қылмыскерлерге сатты. Бірақ мен үйге оралғанда бәрін жауапқа тартамын. Бірақ бұл тез немесе оңай болмайды. ОКП-де тым көп қолма-қол ақша мен жалғыз жұмыс істеуге болатын тым көп от күші бар. Бізді ведомствоаралық жұмыс күтіп тұрғаны жақсы. Құқық қорғау органдарының болашағына қош келдіңіздер. Керемет оқиға. Терминатор есімді бөгде жан кенет тап болды. Және жағдайға өте тез бейімделді. Ол Крониканы жою және оны құм сағатын басып алу тапсырмасы негізінде мақсатына жетуге көмектеседі деп шешті. Адамзаттың жойылуы және машиналардың жеңісі. Құм сағаты түпкі қару емес екені белгілі болды. Терминатор тарихты қаншама рет қайта жазғанымен, адамдар машиналар арасындағы соғыс әрқашан бірдей аяқталды. Олардың өзара жойылуы. Бірақ ол соғыстың үмітсіз ойын екендігін түсінді. Жеңіске жетуді жалғыз жолы ойынды аяқтау. Сондықтан Терминатор құм сағатын машиналар мен адамдар соғыспай ынтымақтасатын болашақты құру үшін пайдаланды. Терминатор бұл болашақты сақтау үшін ешкімге құм сағаты туралы білудің қажеті жоқ екенін жақсы түсінді. Оның электронды миында сақталған ақпарат қауіпті болды. Оны жойып жіберу қажет. Сондықтан Терминатор қан теңізінің шексіз тереңдігіне батуды шешті. Оны ешкім ешқашан тауып, құм сағаттың сырын аша алмайды. Егер сіз одан бұл шешімі туралы сұрасаңыз, ол жалғыз логикалық таңдау жасаған айтар еді. Дегенмен, менің кітабымда бұл кісі нағыз батыр. Мен бұл соғысты сұраған жоқпын. Бірақ ақыры басталған соң, оны аяқтауға тура келді. Күмәнім жоқ. Кроника мен кезіктірген ең мықты жау болды. Бірақ барлық тактикам, барлық жаттығуларым, осының бәрі ол секілді Титанды тоқтатуға жеткілікті. Ақырында
Бұл ерік жігерден туған жеңіс. Жеңіске жеткеннен кейін оның құм сағатын аламын деп ойламаппын. Әуелі тарихтағы барлық қателерді түзетемін деп үміттендім. Бірақ содан кейін мен миллиардтаған адамдардың тағдырын шешуім керек екендігін түсіндім. Таңдау жасаудың мәні. Кім өмір сүреді және кім өледі. Бірақ бұл менің жан қалауым емес. Бізді соғысқа аттандырған сол бір қатардан асып қайда барамын. Және олар одан әрі не болғанына мән де бермейді. Расында бұл мен қалаған ғұмыр емес. Бұл азап пен осы жиіркенішті нәрселерді қалдырып, мәңгілікке кететін уақыт келді. Және бәрін реттеген бойда тыныш өмірге аяқ басамын.